көрермен, қонақжай студиямызға келіп жайғасқан тағы бір меймандарымыз бар. Таныстыра отырайын. Дарханберлина Туғана Исламғалиқызы, Жетісу облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бөлім басшысы, сонымен қатар Жеңіс Хамитұлы, Жетісу облысы тілдерді оқу әдістемелік орталығының басшысы. Қош келдіңіздер. Армысыздар, құрметті көрермендер. Таң қайырлы болсын дейміз. Енді өздеріңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін сіздердің күндеріңіз тілдер мерекесі деп айтып жатырмыз. Жалпы осы бір тілдер мерекесіне тоқтала кетсек, еліміздегі маңыздылығы жайлы, мақсаты жайлы, өзіміздің облыста қалай тойланады? Жақсы. Бұл тілдер мерекесі 2017 жылдан бері мемлекеттік мереке тізіміне еніп, Қазақстан халқының тілдері мерекесі ретінде тойланып келеді. Бұл енді дәл осы 5 қыркүйектің таңдалуының өзінің ерекше бір себебі бар. Өйткені ұлт ұстазы, қазақ тілі білімінің негізін қалаушы Ахмет Байтұрсынның туған күні 5 қыркүйек, соған орай орайластырылған. Енді жалпы бұл мемлекеттік тіл саясаты, мемлекеттік саясаттың басым маңызды бағыттарының бірі болып саналады. Өйткені осы тіл саясаты оңтайлы жүргізілсе, ол мемлекеттегі қауіпсіздік, тыныштықтың бәріне әсер етеді. Сондықтан жалпы мемлекеттік деңгейде тіл саясатын өңірімізде оңтайлы жүргізуде барлық мүмкіндік қарастырылған. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының тіл туралы заңның негізінде Қазақстан Республикасының тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылға арналған мемлекеттік бағдарламасының өзінің негізгі мақсаты мемлекеттік тілді, яғни қазақ тілін этносаралық қарым-қатынас тіліне айналдыра отырып, еліміздегі татулықты, ынтымақты, бірлікті сақтай отырып, үйлесімді тіл саясатын жүргізу болып табылады. Ал енді өзіміздің өңірімізге келетін болсақ, біздің өңірімізде де осы тілге қамқорлықты біз жақсы сезінеміз. Өйткені өзіңіз білесіз, былтырғы жылы Алматы облысынан Жетісу облысының бөлініп шығуына байланысты құрылымдар қайта құрылған сәтте облыс әкімдігінің қолдауымен, облыс әкімі Бейбіт Өксікбайұлының қолдауымен Жетісу облысының тілдер дамыту жөніндегі басқармасы құрылымдық бөлім ретінде қайта құрылды. Соның осы басқарманың бағынысындағы облыстық тіл оқыту әдістемелік орталығы құрылды. Сонымен қатар 7 аудан, 2 қалада осы тіл оқыту әдістемелік орталығының филиалдары ашылды. Бұл деген бір жақсы мүмкіндік. Барлығына материалдық техникалық база жабдықталып, қаржы қарастырылып, жалпы осы Жетісу тұрғындарының тегін курсты оқуына, тілді меңгеруіне барлық мүмкіндік жасалды. Енді сөзіңізге сенсек, тілді үйренем деген адамға ешқандай сылтау жоқ екен, барлығын үйренуге болады. Тамаша, өте жақсы айттыңыз. Расымен Ахмет Байтұрсынның жақсы бір сөзі бар, тілі жоқ ұлттың өзі жоқ деген. Сондықтан тіл ол қашанда маңызды. Енді бүгін мереке бір республика көлемінде аталып өтеді десек қателеспейміз. Өзімізде қандай шаралар өтеді? Бүгін қандай бір жиындар болады? Бізде енді осы тіл мерекесіне орайластырып, қыркүйек айында біз 20 шара қойып отырмыз. 20 шара қойып отырмыз. Ол кешегі 4 қыркүйектен басталып кетті. Оның ішіндегі жаңағы танымдық сабақтар, ашық есік күндері, дөңгелек үстеліміз бар. Сонымен қатар мына алдымызда келе жатқан 14-15 қыркүйек күні лингвист ғалымдардың, тіл білім жүйесінің ғалымдарын шақырумен мына біздің барлық мұғалімдердің біліктілігін арттыру. Сонымен қатар тағы да үлкен ауқымды шарамыздың бірі ол 28-29 қыркүйекте республикалық, осы жерде Ахмет Байтұрсыновтың жаңағы әдістемелік жұмыстары, Ахмет Байтұрсыновқа байланысты үлкен семинар өткізгелі отырмыз. Бұл жерге де жаңағы 2 маңызы бар қала, сонымен қатар барлық республикадан келеді, ғалымдар келеді, жаңа лингвист ғалымдар деп отырмыз, тіл мамандары келеді, тіл жанашырлары келеді. Барлық республикада орналасқан тіл оқу орталықтарының біз басшыларында шақырып отырмыз, сонымен қатар әдіскерлері бар, мұғалімдері бар. Бұйырса, сол 28-29 2 күндік өзіміздің тіл сарайында үлкен семинар өткізгелі отырмыз. Тамаша, енді аға бұл Жетісу облысын қамтитын шара ма, немесе Алматы облысына келетіндер бар ма? Бұл жерге жаңа айтып кеттім, бұл жалпы республикалық шара болады. Бұл жерде республикалық шара. Былтырғы жылы жаңа Туғана Исламғалиқызы айтып кетті. Былтыр біз өзіміз жеке отау болып тұғырымыз жеке шыққан кезде Жетісу облысы біз аймақтық шара өткізген болатынбыз. Ол кезде 5 облыстан шақырған болатынбыз. Сол кезде көптеген әріптестер хабарласып, бізде келейік,
бізде барайық, біздің де айтарымыз бар, біздің де шығарып жатқан өнімдеріміз бар, біздің де әдістемелік жұмыстарымыз бар деген болатын. Сонымен қатар биылғы жылы жаңа осы облыс әкімдігінің қолдауымен қаржысы бөлініп, биылғы жылы біз республиканың барлығын қамтиық деп отырмыз. Барлық республикаларға біз қазір шақырту жібердік. Енді қазір хабарласып жатыр. Келетіндері барлығы жолға дайындалып, асыға сол күнді күтіп отыр. Бұйырса 2 күн осы жерде сол тіл мәселесін жаңаға көтерсек па деген ойымыз бар. Енді бір сұрағым келіп отыр. Қазіргі осы тілге деген қызығушылық жастардың арасында басым ба? Осы жаңағы сіздер ұйымдастыратын шараларға жастар көптеп қатыса ма немесе? Аяулым, жақсы сұрақ қойдыңыз. Енді биылғы жылы расында да енді біз айтамыз ғой, тіл көзден Құдай сақтасын деген сөзіміз бар ғой, тіл көзден Құдай сақтасын. Биылғы жылы мысалы біз мына 2 жартыжылдыққа бөліп оқытамыз, 2 жартыжылдыққа бөліп оқытамыз. Бірінші жартыжылдық маусым айына дейін, содан кейін шілде айында демалысқа кетеді. Жаңағы содан кейін осы тамыз айынан бастап 2-ші жартыжылдығымыз басталады. Биылғы жылы айтатын болсақ, этнос өкілдері көптеп жаңа қызығушылық танытып жатыр. Мысалы, бұрын осыған дейін деп айтамыз ба, қалай айтамыз? Мысалы, біз басқармаларға, басқа мекемелерге хат арқылы шығатынбыз. Жаңағы оқуға шақыратынбыз. Ал енді қазір мына өздеріңіздің осы телеарна арқылы, радио арқылы, содан кейін қазір әлеуметтік желі дейді ғой, енді әлеуметтік желі арқылы біз жаңағы жарнама жасап, өзіміздің жаңағы оқыту курстары қай деңгейде қанша уақыт оқитын біз барлығын түгел хабарлағаннан кейін биылғы жылдан бастап мына қарасаңыздар этнос өкілдері көптеп қызығушылық танытып жатыр. Этнос өкілдері қазірдің өзінде 50%-ға жақындап қалды, биылға 50%-ға жақындап қалды. Ұмытпасам, шатаспасам 45-46% қазір этнос өкілдері келіп оқып жатыр. Бұны неге сұрап жатырмын аға, енді расымен де көп жерлерде боламыз ғой, түсірілім барысында қазақша сөйлейтін қазір басқа ұлт өкілдері өте көп, бұрынғыға қарағанда. Қазір корей ұлттары да, орыс ұлттары да қазақша саған жауап береді, бұл өте бір қуантарлық жағдай деп айтсақ болады. Және бұл сіздердің бір еңбектеріңіздің үлкен бір жемісі деп ойлаймын, себебі облыста бізде қазір түрлі ұлт өкілдері тұрады ғой, солардың барлығының қазақ тілін үйренуі бұл өте жақсы. Енді сонымен қатар мен де толықтыра кетсем, енді бұл тілдік шаралар негізінде тіл айлығы ретінде осы облыс көлемінде жарияланды. Бұнда тек қана осы облыс орталығы Талдықорған қаласы ғана емес, барлық аудан қала атсалысатын болады. Бұл енді жоспарлы шараларда негізгі мақсатымыз тілдік кемсітушіліктің алдын алу және оны болдырмау мақсатында. Қазіргі таңда жастардың белсенділігі өте жоғары, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой. Мысалы, саясиландырмай кез келген бір орын алып жатқан олқылықтарды өздері тіл жанашыры ретінде өздерінің жаңағы үлестерін қоса отырып, халықтың арасында жаңағы әдістемелік жұмыстар көрсетуде жастар әсіресе белсенділік танытады. Сонымен бірге этнос өкілдері де қазір белсенділік танытып келеді осы шараларда. Енді ең көлемді шара, жаңа Жеңіс Хамит айтып отыр ғой, орталықтардың жаңағы республика деңгейінде үлкен маңызды шара өтеді деп. Сонымен қатар осы барлық шараның қорытындысы есебінде жалпы осы тіл саласына үлес қосып жүрген әр сала мамандарын марапаттау, оның ішінде жаңағы тілдерді оқытуға үлес қосып жүрген ұстаздар қауымдарын көтермелеу мақсатында және де қорытынды есебінде тіл фестивалін өткізу жоспарлап отырмыз, облыстық. Енді оны осы бақ құралдарында бәрінде жариялап қамтамасыз ететін боламыз. Алдағы уақытта міндетті түрде бөлісетін боламыз. Енді осы орайда бізді көріп отқан көрерменге біраз ақпар бере кетсек, жалпы тіл сарайында қандай бағыттар бойынша курстарды оқуға болады, қалай жазылуға болады, жаңа неше жастан бастап қатысуға болады? Жақсы, енді бұған дейін де осы сіздердің хабарларыңызға келіп біз айтқан болатынбыз. Үлкен рахмет. Сіздер де осы әрқашан бізге ақпараттық демеу беріп отырасыздар. Сонымен қатар тағы айтқым келіп отырғаны, жақын арада ғана өзіңізде қатысыңыздар деймін. Біз осы бақ өкілдерімен тіл мен тілші атты дөңгелек үстел өткізген болатынбыз. Дұрыс сөйлейік, кетіп жатқан тілді кемшіліктер, жаңағы оның ішінде осы телеарналарда болсын, ол тек қана біздің телеарна емес, барлық республикалық телеарналарда, газет журналдарда кетіп жатқан қателіктер бойынша біз әдістемелік көмек көрсеткен болатынбыз. Енді мына сұрағыңызға келетін болсақ, жақсы сұрақ, тағы да бір жағы жарнама ретінде, бір жағы мына өзіміздің жетісу жұртшылығы білгенде дұрыс. Бізде енді қазір мемлекеттік тіл,
сонымен қатар ағылшын тілі курсы өтеді. Енді бізде көбісі кейде сұрап жатады, тегін ба деп. Бізде әрине бәрі тегін. Сөйтсек кейде сенбей жатады, қойыңыздаршы, мына кейбір орталықтарға барсақ, жаңа ақылы ғой деп жатады. Айтып, жоқ, бізде барлығы тегін. Енді жас ерекшелігі 18 жастан жоғары біз ересек тұрғындарды қамтимыз. Ересек тұрғындарды қамтимыз 18 жастан жоғары. Бұл жерде жаңағы келген кезде біздің мамандар бар, біздің мұғалімдер тіл анықтап, қай деңгейде екенін анықтайды, келген бетте содан кейін деңгейіне қарап бөледі. А1, А2, Б1, Б2 деп жаңағы 4 деңгейге төменгі, орта, жоғары деңгей деген сияқты сол деңгейге бөледі. Топ-топқа бөліп, жаңағы 3 айлық, болмаса 6 айлық өздерінің деңгейіне қарап оқытады. Бірінші жартыжылдық, мысалы бітіріп жатқан тыңдаушымыз жаңағы ары қарай жалғастырамын, келесі деңгейге өтемесе, емтиханын тапсырып, қолына жаңағы сертификатын алады да, келесі деңгейге қарай жаңаға өтеді. Тегін, былайша айтқан кезде енді бізде тегін барлығы. Өте жақсы. Неге десеңіздер, қазір адамдардың деңгейі әртүрлі ғой. Біреу мектеп кезінен жақсы оқу мүмкін. Ересек адамдар мүлдем ағылшын тілін оқымай баратындар бар шығар, иә? Сіздерге бар. Әріпті енді таңып жүрген. Бар, ондай бар. Енді оны неге сұрап жатырмын, бір танысымда болған, осы тіл сарайына барып, ағылшын тілін үйрендім. Расымен де ешқандай жаңағы сөйлеуді де әріпті де білген жоқпын. Қазір емін еркін өзім жайлы 5-6 сөйлем айта аламын деп. Бұл бір жақсы десек болады, себебі біздің яғни ағылшын тіліне деген қызығушылық жыл сайын артып келеді, басымдық келеді. Енді білім саласында түрлі өзгерістер болып жатады ғой жыл сайын. Мектеп бағдарламасы болсын, өздеріңізде биыл оқу бағдарламасында біраз өзгерістер бар ма? Жаңашылдықтар енгізілген шығар мүмкін. Енді жаңашылдықтар жаңа айтып кеттім. Біз осы былтырғы жылдан бастап біліктілік арту курсын қолға алып жатырмыз. Біз сауалнама жүргіземіз. Мысалы, мұғалімдердің арасында біз сауалнама жүргіздік. Сонымен қатар мен айтып кеткім келеді, былтырғы жылы біздің осы тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы Алматы қаласындағы тіл білім институтымен біз меморандум жасаған болатынбыз. Сол жердегі барлық ғалымдармен, лингвист ғалымдармен, ол деген сөз бізге өте көп көмегі тиіп жатыр. Біз оларды былтырдан бері біз шақырып отырмыз да біліктілік арттыру курсы. Бұл жерде жаңағы біз мамандардың, мұғалімдердің арасында сауалнама жүріп, қай бағытта нені білгілеріңіз келеді, нені оқығыларыңыз келеді, нені үйренгілеріңіз келеді деген. Сол салада, сол бағытта біз мұғалімдерді шақырып, жаңағы ғалымдарды шақырып, біз осы 2-ші жыл болып жатыр, осы курсты өткізіп жатырмыз. Бір өзгеріс осы. Одан кейінгі өзгеріс енді жаңа Туған Исламғалиқызы айтып кетті. Бізге қазір енді ағылшын тілінде де бұл енді халықаралық тіл болғаннан сұраныстар бар ғой. Тағы да осы облыс әкімдігіне біз алғысымызды, рахметімізді айтамыз. Бізге штат бірліктерін беріп, қазір барлық аудандарда мемлекеттік тілмен қатар ағылшын тіл курстары да ашылды. Барлық аудандарда. Кейде мысалы әлеуметтік желіде де жеке бүйтіп сұрақтар болып жатады. Мына ауданда бар ма? Шіркін біздің ауданда болса біз баратын едік қой деген сияқты айтып жатады. Біз олардың барлығына біз хабарлап та айтып жатырмыз. Жаңағы әлеуметтік желі арқылы да жеке де жауап беріп жатырмыз. Барлық аудандарда мемлекеттік тілмен қатар ағылшын тілінде қоса оқып жатыр. Енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, кейде біз енді мына ағылшын тілі оқып жатқан кезде, мысалы мемлекеттік тіл оқып жатқан кезде біз аралап көреміз, келіп жатқан тыңдаушылардан біз сұраймыз, сіздермен мына қарым-қатынастарыңыз қалай, мұғалім алдыларыңызда тұрған мұғалімдеріңіз сіздерге тілді қалай үйретіп жатыр, көңілдеріңіз тола ма, толмай ма деген сияқты, ондай жаңағы аралап біз барлығын көріп, байланыс, жаңа кері байланыс тыңдаушылармен біз кері байланыс міндетті түрде біз өткізіп отырамыз. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, енді көп оның ішіндегі жаңағы осы мемлекеттік қызметкерлер, бюджеттік сала қызметкерлері, жеке тұлғаларда келіп жатыр. Енді көбісінің айтатынымыз айтамыз, неге ағылшын тілін үйреніп жатсыз десеңіз, сол айтады, ой, кейде бір шетелге шығып қалып жатса, кейде бір сондай бір жаңағы жағдайлар болады, сол кезде жауап бере алмай қаламыз. Тіпті айтады, ана баламызға кейде бір сабақ үйретейік десек, сол кезде де қысылып қалып жатамыз деп жатады. Мынау қандай жақсы болды деп келіп енді бізде оқып жатыр. Тіпті қазір кейбір құжаттардың өзін ағылшын тілінде толтыруға тура келеді. Сондықтан бұл бір қазір заманның талабы десек болады. Болашақта тілдер сарайында осы ағылшын, қазақ тілінен басқа да тілдердің курсы ашылуы мүмкін бе? Мысалы, қазір енді түрік тіліне де сұраныс бар, испан тіліне де сұраныс бар. Жақсы, өте жақсы сұрақ қойып жатсыз. Біз жаңа айттық, біз сауалнама жүргіздік. Біз енді осы уақытқа дейін бізде орыс тілі болған еді, орыс тілі болған болатын. Содан кейін орыс тіліне сұраныс тоқтағаннан кейін біз орыс тілін тоқтаттық. Жалғыз осы Кербұлақ ауданында болған, кейіннен қалған осы Кербұлақ ауданында 1-ші жартыжылдықтан кейін біз ол жақта тоқтатып отырмыз. Өйткені сұраныс азайып қалды. Енді біз бір адамға, екі адамға бола біз курсты ашып оқытпаймыз ғой.
өткенде де біз елдер арасында, халық арасында осы жаңағы сауалнама жүргізген кезде жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, ағылшын тілімен қатар мына түрік тілін сұраныс бар. Енді біздің де қазір жұмыс жасап жатырмыз, болашақта ойымыз бар. Мүмкін келесі жылға мекен, енді қазір 2-ші жартыжылдық басталып кетті ғой. Келесі жылдың басына мекен мүмкін түрік тілінде ашсақ па деген біздің ойымыз бар. Жоспар бар. Жоспар бар. Тамаша. Яғни жақсы жаңалықтар болып қалуы мүмкін болашақта. Болып қалуы мүмкін. Енді болашақ жоспарларыңызбен бөлісіп жатсыздар. Алдағы күндер сіздерді бір үлкен маңызды күндер күтіп тұр десек болады. Міндетті түрде ол жайында айтатын боламыз. Жаңағы облыс тұрғындарын хабардар ететін боламыз. Бүгін студиямызға арнайы уақыт бөліп келгендеріңізге де рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік, биылғы оқу жылы құтты болсын. Осы жыл табысты болсын дейміз. Шәкірттеріңіз көп болсын, нәтижеге жеткен. Енді арнайы келіп отқаннан кейін Қазақстан жұртшылығына деген таңғы ыстық лебіздеріңіз болса, мархабат. Құрметті қауым, бүгінгі мына 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдерінің мерекесі құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тіліміздің абыройы асқақтап, тәуелсіз Қазақстанның туы көкте желбіресін. Бүгінгі тіл мерекесі құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Енді құрметті осы таңғы хабарды көріп атқан құрметті көзі қарақты көрермен, сіздерге бүгінгі ұлттың ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың бүгінгі осы туған күні мен орай мына тілдер, Қазақстан халқы тілдер мерекесі деп жатыр. Сол құтты болсын барлықтарыңызға. Жалпы қазақ халқы айтады ғой, тіземнен сүріндірсе де Алла тілімнен сүріндірмесін деп. Тілімізден сүріндірмесін. Өз тілің бірлік үшін, өзге тіл тірлік үшін дейді. Сонымен қатар қазақтың қадірі, Қадыр Мырзали ағамыз айтқандай, ана тілі арың болып, ұятың болып тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Тілімізді құрметтейік, тіліміздің тұғыры биік болсын. Керемет. Қандай тілек, тамаша, үлкен рахмет. Тілектеріңізге біз де қосыламыз.